Баршаңызға сәлем достар, бүгін сіздермен өте оңай рецептпен бөлісемін. Бір байқағаным, менің оқырмандарым тез әрі оңай рецепттерді жақсы көреді. Бүгінгі бөлісетін оңай рецепт алмамен қаттама нан жасайтын боламыз, яғни орысша айтқанда яблочный слойки жасайтын боламыз. Шайға тезірек тәтті даярлау керек болса, осы рецепті пайдаланып даярлап, дастарханға ұсынсаңыз болады. Бұл рецепт үшін бізге 500 грамм қатпарлы қамыр, 1 дана жұмыртқа, 3 алма, 3 ас қасық қант, 1,5 ас қасық жүгері крахмалы және қамыр жайғанға аздап ұн қажет. Алдымен алманы жуып, оны 4-ке бөліп, ортасындағы тұқымынан ажыратамыз. Алманы майда 4 бұрышты бөліктерге бөліп аламыз. Алманың барлығын бір ыдысқа салып, оған жүгері крахмалы мен қантты қосып, барлығын жақсылап араластырамыз. Алма толығымен жүгері крахмалына және қантқа орануы тиіс. Алма піскен уақытта оның тәттілігі азаятын болғандықтан біз міндетті түрде қант қосамыз. Ал алма піскен уақытта оның құрамындағы көп суы бөлінеді, сондықтан оны қоюландыру үшін біз жүгері крахмалын қосамыз. 500 грамм қатпарлы қамырды біз 11 бөлікке бөліп аламыз. Қамырдың бөлінген әрбір бөлігін 4 бұрышты етіп жайып аламыз. Төрт бұрышты жайманың бір жағын видеода көрсетілгендей етіп кесіп, жолақтар жасаймыз. Алмадан жасалған салманы бір жағына орналастырамыз. Қамырдың кесілген бетін бүгіп, оның айналасын саусағымызбен басып, жабыстырып шығамыз. Айналасын пышақпен кесіп, түзеулеп аламыз. Противенің үстіне пергамент қағазын төсеп, қаттама нанның барлығын оның үстіне орналастырамыз. 1 дана жұмыртқаны вилкамен жақсылап араластырып, оны қаттама нанның үстіне жағып шығамыз. Қаттама нанды 180 градуста қызып тұрған пеште қызарып піскенге дейін шамамен 30 минут көлемінде пісіреміз. Қаттама нанның бетіне қант ұнтағын себеміз. Осымен біздің өте жеңіл даярланатын тәттіміз дайын. Сіздер де міндетті түрде жасап, жақындарыңызды қуантыңыздар. Рецепт ұнаған болса міндетті түрде бағалап, құрбыңызбен бөлісіңіз. Мен өз каналымда сіздермен әртүрлі тағамдардың, торттар мен десерттердің мастер-классымен бөлісемін. Сондықтан міндетті түрде менің каналыма тіркеліп, жаңа рецепті жіберіп алмас үшін қоңырауды басып қойыңыз. Менімен бірге болып, менің каналымның дамуына үлесіңізді қосып жатқаныңыз үшін сізге алғыс айтқым келеді.